бізге қандай да бір алгебралық өрнек берілген. Осы көпмүшенің x-ның 4-ші дәрежесі мүшесінің алдына тұрған коэффициентті табыңыз делінген. Бұл есепті шығару үшін бізге Паскаль үшбұрышы керек. Паскаль үшбұрышы бойынша біз 4-ті және 6-ны таңдаймыз. Себебі бізде 4-ші дәреже және 6-шы дәреже керек. 4-ші дәреже және 6-шы дәреже. Бірінші мүшені дәрежелейік, яғни 3x минус 2-ның 4-ші дәрежесіне шығарайық. Бұны шығару үшін бізде коэффициенттеріміз 1, 4, 6, 4 және 1. Бірақ бізде барлық керек емес, бастапқы екеуін ғана жазылайық. Және де коэффициенттері біріншісінікі плюс, екіншісінікі минус болады. Біріншісінде бізде 3x-тің 4-ші дәрежесін қарастырамыз. Екіншісінде 4 көбейтілген 3x-тің кубы және 2-ның 1 дәрежесі. Бірақ ары қарай бізге керек емес, бізге 4-ші дәреже керек болғандықтан бірінші мүшені қоршап қоя саламын. Екінші бізде 2x плюс 1-дің 6-шы дәрежесі. 2x плюс 1-дің 6-шы дәрежесі тең. Енді бұның коэффициенттерін қараймыз. Бұның коэффициенттері 1, 6, 15, 20, ары қарай кете береді. Бірақ бізге бас жағы ғана керек. Себебі бізге x-тің 4-ші дәрежесі мүшесінің алдына тұрған коэффициентті табу керек. Бірінші бастаймыз. 2x-тің 6 дәрежесі. Себебі 2x-тің бірінші мүшеміздің 6-шы дәрежесін қосамыз. Келесі арасы плюс болғандықтан барлық коэффициенттер плюс болады. Келесі 2x-тің 5-ші дәрежесі, одан кейін 2x-тің 4-ші дәрежесі, одан кейін 2x-тің 3-ші дәрежесі. Алайда бізде ары қарай керек емес, бізге маңызы осы ғана. Келесі екі қасындағы коэффициентті қарастырамыз. 1-дің 1 дәрежесі, себебі 2-нің қосындысы 6 беру керек. 1-дің 2-ші дәрежесі, себебі 2-нің қосындысы тағы да 6-ны беру керек. Көбейтілген 1-дің кубы кете береді. Дәл жаңағыда, ары қарай бізге керек емес, бізге маңызы 4-ші дәреже болғандықтан осыны қоршап қана қоя саламын. Енді бірінші мүшедегі x-ның 4-ші дәрежесі коэффициентті қарастырамыз. 3x-ның 4-ші дәрежесі бізге 81 x-ның 4-ші дәрежесін береді. Қосамыз. Екіншісінде 2x-ның 4-ші дәрежесі бізге 16-ны береді. 16-ны 15-ке көбейтеміз. 15 көбейтілген 16 көбейтілген x-тің кубы, x-тің 4-ші дәрежесі. Яғни біз x-тің 4-ші дәрежесінің екеуінде коэффициентті табамыз. 81-ге 15 көбейтілген 16-ны қосамыз, бізге 321 көбейтілген x-тің 4-ші дәрежесі шығады. Демек, берілген көп мүшенің x-тің 4-ші дәрежесінің мүшесінің алдында тұрған коэффициент 321-ге тең. Жауап нұсқаларынан ол a-ға сәйкес келеді. Келесі есеп. Бұл бізге векторға қатысты есеп. Берілгені былай. n-нің қандай мәнінде дейді? a және b векторларының арасындағы бұрыш тік болады. Мұндағы a-ның координаталары 3 пен 10, b-ның координаталары 4 пен n. Енді қарастырайық. Бізде формула бойынша екі вектордың скаляр көбейтіндісі тең, екеуінің ұзындықтарының көбейтіндісі көбейтілген арасындағы бұрыштың косинусы. Бізге арасындағы бұрыш, векторлардың арасындағы бұрыш тік болу үшін альфа бізге 90-ды беру керек. Ал біз білеміз, косинус 90 0-ды береді. Демек бізге коэффициенттерінің векторлардың скаляр көбейтіндісі 0-ды беру керек. Себебі қайтадан айтамын, косинус 90 бізге 0-ды береді. Енді екі вектордың скаляр көбейтіндісін қалай табамыз? Абсциссаларын сәйкесінше ординаталарына көбейтіп қосамыз. Яғни 3-ті 4-ке өтеміз. 12 қосамын. 10-ды n-ге көбейтемін. 10n және осы екеуінің қосындысы бізге арасындағы бұрыш тік болу үшін 0-ды беру керек. Демек 10n-ді сол жақ қалдырып 12-ні екінші жаққа жіберетін болсам минус 12 болады. Демек n-нің мәні минус 1,2. Демек n-нің мәні минус 1,2 болған кезде a және b векторларының арасындағы бұрыш тік болады. Жауап нұсқаларынан d-ға сәйкес келеді. Келесі есепте бізде тригонометриялық өрнекті қарастырамыз. Бізде берілген синус 60, қосылған косинус 45, және де осы қосындының квадраты бөлінуінде тангенс 2π бөлінген 3, көбейтілген синус π бөлінген 3, қосылғанымыз түпірасты 3, косинус 210. Осы өрнектің мәнін табу керек дейді. Бұл өрнектің мәнін табу үшін бізге синус 60, косинус 45, тангенс 120, және синус 60, косинус 210. Осы мәндерді білуіміз керек. Біз тригонометриялық кестені ашып көрейік. Бірінші синус 60. Синус 60 түпірасты 3 бөлінген 2-ге сәйкес келеді. Косинус 45 түпірасты 2 бөлінген 2-ге сәйкес келеді. Тангенс 2π бөлінген 3 деген 120 градус. Минус түпірасты 3-ке, синус π бөлінген 3 бізде. Синус π бөлінген 3 қайтадан синус 60-қа түпірасты 3 бөлінген 2 және косинус 210. Енді косинус 210-ды қарастырып көрейік біз. Косинус 210 дегеніміз бізде косинус 270 минус 60-ға тең. 210 бізде үшінші ширекте орналасқандықтан келтіру формуласы бойынша бұл синус 60
және де алдындағы таңбасы минус болады. Демек синус 60 бізде түбір ашық бөлінген 2-ге тең. Демек косинус 210 минус түбір ашық бөлінген 2-ге тең. Әрқайсысының мәнін таптық. Келесі біз жай ғана орындарына қоямыз. Яғни синус 60 бізде түбір ашық бөлінген 2-ге тең. Қосамыз. Косинус 45 бізге түбір ашық 2 бөлінген 2-ні береді. Осы екеуінің қосындысын квадраттаймыз, бөлеміз. Тангенс 2π бөлінген 3 бізге минус түбір ашық 3-ті береді. Көбейтілген синус π бөлінген 3 бізге түбір ашық бөлінген 2-ні береді. Азайтамыз, қосамыз, түбір ашық 3 дегеніміз бізде жай ғана түбір ашық 3 және де косинус 210. Косинус 210 деген минус түбір ашық бөлінген 2-ге тең, алдындағы плюс коэффициентімен минус кетеді, демек түбір ашық 3 бөлінген 2 болады. Біз не істедік? Біз жай ғана әрбір тригонометрик функциялардың орындарына мәндерін қойып шықтық. Енді жоғарыда шығады бізде түбір ашық 3 қосылған түбір ашық 2 бөлінген 2 және осының квадраты. Ал бөлімде шығады түбір ашық көбейтеміз. Минус 3 бөлінген 2. Дәл солай түбір ашық пен түбір ашық 3-ін көбейтілсе минус түбір ашық 9, демек минус 3 қайтадан бөлінген 2 тең шығады. Түбір ашық қосылған түбір ашық 2-ні квадраттап көрейік. Квадраттаған кезде а квадрат қосылған 2аб плюс б квадрат, яғни қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Түбір ашық 3-дің квадраты 3 қосамыз. 2 көбейтілген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек түбір ашық 6 қосылған түбір ашық 2-ның квадраты 2-ні береді. Бөлімінде 2-ның квадраты 4. Дәл солай минус 1,5 бізге минус 3-ті береді. Келесі тең болады. 3-ке 2 қосамыз 5 қосылған 2 түбір ашық 6 және де бөлімінде 4 пен минус 3-ті өтеміз, минус 12. Демек берілген үлкен өрнектің жауабы минус 5 қосылған 2 түбір ашық 6 бөлінген 12. Жауап нұсқаларынан бұл еге сәйкес келеді. Берілген теңдеу арқылы шеңбердің радиусын табыңыз делінген. Теңдеу бізде мына түрге берілген x-тің квадраты қосылған 6x минус 8y қосылған y квадрат тең минус 13. Біз білеміз шеңбердің теңдеуі x минус x0 квадрат қосылған y минус y0 квадрат тең радиус квадрат. Осы түрде берілу керек. Демек не істейміз? Берілген теңдеуді осы түрге ұқсатуға тырысамыз. Бірінші x квадрат қосылған 6x қарастырайық. X квадрат қосылған 6x бізде 2 көбейтілген 3 болғандықтан қосылған 9 дейтін болсақ, қысқаша көбейту формуласымен x плюс 3-дің квадратын береді. Жалғастырамыз. Қосылған y квадрат минус 8y. Енді минус 8 деген 2 мен минус 4-дің көбейтіндісі. Минус 4-дің квадраты 16-ны береді. Енді қараймыз. 9-ды біз просто так қоса алмаймыз. Жай ғана қоса алмаймыз. Демек 9-ды қосқандықтан минус 9-ды қасына тіркеп қосу керек. Дәл солай 16-ны жай ғана қоса алмаймыз. Жанына минус 16-ны тіркеп қосамыз. Және бұл екеуінің қосындысы тең минус 13-ке тең. Бірінші өрнек мынау бізге қысқаша көбейту формуласы арқылы x плюс 3-дің квадратын береді. Екінші өрнек y минус 4-дің квадратын береді. Және де тең болады минус 13, минус 9 бен минус 16 екінші жаққа плюс болып барады. Демек плюс 25. Енді бізге мынау маңызды емес. Яғни теңдеудің сол жағы маңызды емес. x0 бізде минус 3, y0 4 деген маңызды емес. Бізге маңызды тек қана оң жағы, себебі бізге радиус сұрап жатыр. Демек мынау тең болады. Минус 13-ке 25 қосамыз 12, ал бұл түбір ашық 12-ның квадратына тең. Демек радиусымыз, яғни берілген теңдеудің радиусы түбір ашық 12-ке тең. Түбір ашық 12-ке дегеніміз түбір ашық 4 пен түбір ашық 3-ның көбейтіндісі. Демек жауап нұсқаларынан 2 түбір ашық 3-ке тең болады. Арифметикалық прогрессияға байланысты есебіміз келесі. 2 арифметикалық прогрессия берілген. Біріншісі 7, 9, 11, 13 деп жалғасатын. Айырмасы 2-ке тең болатын прогрессия. Екіншісі 6, 13, 20, 27 болып жалғасатын. Айырмасы 7-ге тең болатын прогрессия. Енді сұрағымыз бізде мынандай. Қуаныш әртізбектің алғашқы 100 мүшесін жазып шықты. Яғни бірінші прогрессияның да екінші прогрессияның да 1000 мүшесі бар. Екі тізбекке де ортақ болатын мүшелер санын табыңыз делінген. Енді біз былай жасаймыз. Бізде 7, 9, 11, 13 деген айырмасы 2 болғандықтан өте баяу өсіп жатқан прогрессия болып саналады. Демек осының бізде 1000-ші мүшесін тауып көрейік. Яғни бірінші мүшесі бізде А1 тең 7, Д тең 2 және А1000 тең. Осын тауып көрейік. Ондай болса А1000-ші мүшесі тең болады. 7-ге қосамыз 999 көбейтілген Д. Себебі
айырманы 1 қоссақ екінші мүшесі шығады, 2 рет қоссақ үшінші мүшесі, 3 рет қоссақ төртінші мүшесі, демек 999 рет қоссақ 1000-ші мүшесі шығады. Бұл тең болады 2005-ке. Яғни бірінші тізбектің соңғы мүшесі 2005-ке тең. Екінші тізбектің соңғы мүшесі 2005-тен қалай болса да үлкен болады. Себебі айырмасы бізде 7-ге тең. Яғни әрбір келесі мүшесі 7-ге артып тұрады. Демек біз білетін нәрсеміз ортақ сандар 2005-тен аспау керек. Енді қараймыз бірінші мүшені. Бірінші прогрессия P1 дейік. Бізде екеуінің бірінші ортақ мүшесін табайық 13. P2 ортақ мүшесі 13. Яғни екеуінде де 13 болғандықтан бірінші ортақ мүшесі 13 деп қарастырамыз. Бірінші прогрессияның айырмасы 2-ге тең, екінші прогрессияның айырмасы 7-ге тең. Алайда бізге екеуіне де ортақ болатын айырма керек. Яғни 2-ге де 7-ге де ортақ болатын айырманы табамыз. Бұл үшін біз 2 мен 7-ның ең кіші ортақ еселігін табамыз. Ең кіші ортақ еселігі бізге 14-ті береді. 14 деген бірінші прогрессияның да периоды болып саналады. Яғни айырмасы, бірақ қандай айырмасы? 7 рет қайталанған айырмасы. Дәл солай екінші прогрессияның да айырмасы болып саналады, бірақ 2 рет қайталанған айырмасы. Демек, бірінші мүшесі 13 болады, және де айырмасы 14 болатын бізге жаңадан бір прогрессия пайда болды. Яғни бірінші мүшесі тең 13, айырмасы 14, және соңғы мүшесі AN. 2005-тен кіші болатын жаңа бір прогрессия пайда болды. Бізге не табу керек? Бізге N табу керек. Яғни қанша ортақ мүшесі бар табу керек. Енді біз былай жасаймыз. AN формула бойынша. A1-ге қосамыз N-1-дің d-ға көбейтіндісі. Және де ол бізде не болу керек? 2005-тен кіші болу керек. A1 әрқайсының орнына қойып шығамыз. 13-ке тең қосамыз. N бізде белгісіз N-1, d бізге 14-ті береді. Және де ол кіші болады 2005-тен. Келесі жақшаны ашамыз. 13 қосылған 14 N-14 кіші 2005. Егер 14-ді теңсіздіктің сол жағына қалдыратын болсақ, оң жағында 2006 қалады. Себебі 13-тен 14 айтамыз. -1 таңбаның екінші жағына барып +1 болып барады, 2006 болады. Енді екі жақты да n-ге бөлеміз. 14, демек 14-ке бөлеміз. Яғни 14n кіші 2006 болғандықтан теңсіздіктің екі жағында 14-ке бөлеміз. Бізге шығады n кіші 143,3 шығады. Жобалап алған кезде. Демек бізде n ең үлкен 143-те 3 болуы мүмкін, алайда бізде мүшелерінің тізбектегі саны бүтін болу керек. Демек бізде n-нен 143,3-тен кіші ең үлкен бүтін сан 143-ке тең. Демек берілген екі тізбектің ортақ мүшелерінің саны 143-ке тең. X-Y-тен 2040 теңдеуінің, яғни мына берілген теңдеудің Y айнымалы үшін неше оң бүтін шешім бар? Неше оң бүтін шешім бар деген сөз? Y оң болса, демек X те оң деген сөз. Және де тек қана бүтін шешім қарастырғандықтан біз 2040-та жай ғана жай көбейткіштерге жіктесек те болады. 2040-та жай көбейткіштерге жіктеп бастайық. Бірінші 2-ке бөлеміз 1020, тағы да 2-ке бөлеміз 510, 2-ке бөлеміз 255. Енді 255 бізге 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлсек 85 болады. 85 бізге 5-ке бөлінеді. 17 болады, және 17-ге бөлеміз 1 қалады. Енді қараймыз. 2040-ның жай көбейткіштері 2, 2, 2 немесе 8, көбейтілген 3, көбейтілген 5, және көбейтілген 17. Біз былай жазып шықсақ болады. 2040-тың көбейткіштері 1, 2, 4 және 8. Дәл солай 1, 3, 1, 5 және де 1, 17 деп қарастырсақ болады. Яғни бірінші біз тапқан кезде бірінші ең кіші көбейткіші 1-ге тең, одан 2 көбейтілген 1, көбейтілген 1, көбейтілген 1, 2-ге тең, одан кейін 3-ке, одан кейін 4-ке деген сияқты. Яғни біз әрбір бағаннан бір саннан таңдап көбейткіштерін тауып жатырмыз. Яғни біз былай тек қана бірлерді көбейтіп шықсақ, бірінші көбейткіш шығады, 2-ні бірді көбейтсек, екінші көбейткіші 1, 3, 1, 1 деген сияқты. Яғни бізде комбинаториканың элементі пайда болып тұр. Біз 4 көбейткіш таңдаймыз. Яғни 4-тен біреуін таңдаймыз. Бірінші таңдаған кезде бізде 4 выбор, яғни бізде 4 не бар? Таңдау. Екінші таңдаған кезде бізде 2 таңдау бар, одан кейін тағы да 2 таңдау, және тағы да 2 таңдау. Яғни бірінші таңдаған кезде 4 санның біреуін көбейтеміз 2 санның біреуіне, көбейтеміз 2 санның біреуіне, көбейтеміз тағы да 2 санның біреуіне. Демек шығады 4 көбейтілген 2 көбейтілген 2 көбейтілген 2, 2-ның 5 дәрежесі шығады, немесе 32. Бұл деген сөз 2040 санның 32 түрлі жай көбейткіштері бар.
2040 бөлгіші бар. Демек 32 жай бөлгіші бар деген сөз 32 түрлі санмен көбейтіп шығып алады. Мысалы 1 көбейтілген 2040, 2 көбейтілген 1020 деген сияқты және жалғаса береді. Осының барлығы 32 түрі бар. Бізде y сұрап жатқандықтан бізде жай ғана екінші мүшесін сұрап жатыр. Барлығы 32 болғандықтан демек y-тің де 32 түрлі оң бітін шешімі бар. Демек жауабы D нұсқасы 32-ке тең болады. Алдарыңызға қандай да бір геометриялық прогрессия берілген. Осы геометриялық прогрессия үшін мына теңдеулер жүйесі орындалады. Осыны пайдаланып дейді бізге осы геометриялық прогрессияның екінші мүшесінің мәнін табыңыз дейді. Енді біз былай жасайық. Берілген геометриялық прогрессияны барлығын екінші мүшесі және еселігі арқылы өрнектеп шығайық. Яғни үшінші мүшесі деген сөз екінші мүшесін еселікке көбейту деген сөз. Яғни екінші мүшесін бір рет көбейтсек, үшінші мүшесі шығады. Азайту А2, яғни екінші мүшесі қосылған. А5 деген сөз екінші мүшесін еселікке 3 рет көбейтеміз деген сөз. Немесе Q-дің 3-ші дәрежесі. Бұның барлығы тең болады 35. Дәл солай төмендегісі А4 дегеніміз екінші мүшесін еселікке 2 рет көбейту. Азайтылған А3 дегеніміз А2-ні еселікке 1 рет көбейту. Және қосылған А6 деген сөз екінші мүшені еселікке 4 рет көбейту. Және бұның мәні 70-ке тең. Бұлай жасаймыз. Бірінші теңдеуден А2-ні жақшаның сыртына шығарайық. Екінші теңдеуден А2Q-ды жақшаның сыртына шығарайық. Жақшаның сыртына шығаратын болсақ, А2-ні жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның ішінде қалады Q, азайтылған 1, А2 ғана себебі, және де қосылған Q-дің кубы. Бұның барлығы тең 35-ке. Дәл солай екіншіден А2 көбейтілген еселікті жақшаның сыртына шығарам. Жақша ішінде бізде қайтадан дәл солай Q, азайтылған 1, және де қосылған Q-дің 3-ші дәрежесі қалады. Енді қарайық, екі теңдеуді өзара бөлетін болсақ, екеуі бір-біріне тең болғандықтан, жай ғана екеуін бөлсек те тең шығу керек. Бізде мынай өрнек қысқарады, және А2-лер қысқарады. Бізде қалатын тек қана 1 бөлінген Q тең 1 бөлінген 2, себебі 35 пен 70 1 бөлінген 2 болып қысқарады. Демек, еселіктің мәні 2-ке тең. Біз еселікті таптық, демек, берілген теңдеудің екеуінің біреуін табу арқылы, таңдау арқылы А2-нің де мәнін тапсақ болады. Мен мына жерге жазып қояйын, Q-ды біз жаңа ғана таптық, ол 2-ке тең. Мен оңайырақ болу үшін бірінші теңдеуді табайын, қолданайын яғни. А3 дегеніміз екінші мүшені еселікке 1 рет көбейту деген сөз. Азайтамыз екінші мүшені, және де қосамыз А2-ні екінші мүшені еселікке 3 рет көбейту. Және де бұл тең 35. Егер екінші мүшені жақшаның сыртына шығарсам, жақша ішінде қалады еселігіміз 2, азайтылған 1, қосылған еселігіміз 2 болғандықтан 2-нің кубы 8-ге тең. Тең 35. Демек, екінші мүшеміз тең 35 бөлінген. 2-ден 1 азайтамыз 1, 1-ге 8 қосамыз 9. Демек, берілген геометриялық прогрессияның екінші мүшесі 35 бөлінген 9-ға тең. Ал жауап нұсқаларынан ол С-ға сәйкес келеді. 3 кесінді берілген. Біріншісінде қызыл түсті 5 нүкте, екіншісінде жасыл түсті 3 нүкте, ал үшіншісінде көк түсті 4 нүкте белгіленген. Егер осы 3 түсті нүктелерді қамтитын түзу жоқ болса, онда түрлі түсті төбесі бар қанша үшбұрыш сызуға болады дейді. Яғни біз қандай да бір 3 түзу кесінді сызамыз. Әрбір кесіндіде, бірінші кесіндіде 5 қызыл нүкте бар, екінші кесіндіде 3 жасыл нүкте және үшінші кесіндіде 4 көк нүкте бар. Енді мына сөзге мән аударайықшы. Егер осы 3 түсті нүктелерді қамтитын түзу жоқ болса, яғни үшеуі бір түзудің бойында орналаспайды деген сөз. Яғни мысалы жасыл мен көкті біріктіретін болсақ, бұл түзудің бойында қызыл кездеспейді. Дәл солай қызыл мен көкті біріктіретін болсақ, ол түзудің бойында жасыл кездеспейді. Енді осылар арқылы осылардың 3 түстің біреуі төбелері болатындай 3 нүктені таңдау арқылы барлық қанша түрлі үшбұрыш құрастыруға болады дейді. Біз былай жасайықшы. Яғни барлық нүктелердің санын тауып көрейік. Барлық нүктелердің саны 5 қосылған 3 қосылған 4 12-ке тең. Егер сұрақ шеңбер берілді, және шеңбердің бойында 12 нүкте бар деп берілсе, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 және 12. Бұндай болса, біз жай ғана С-ның 12-ден 3 деп таңдайтын едім. Себебі
12 нүкте берілген, 12 нүктенің қандай да бір үшеуін таңдаған кезде бізде не шығады? Үшбұрыш шығады. Айталық, мен мына нүктені және мына нүктені таңдадым. Үшеуін біріктірсек, үшбұрыш шығады. Демек, С 12-де 3 формуласымен табуға болады. Бұл тең болады. С 12-де 3 тең 12 факториал бөлінген 3 факториал бөлінген 9 факториал. Шығады. 12 мен 9 факториалды қысқартқан кезде 10, 11 және 12 қалады. Бөлімінде 3 факториал 6 қалады. 12 мен 6 қысқарады 2, шығады 220. Яғни, егер сұрақ шеңбердің бойында 12 нүкте бар және осы нүктелер төбесі болатын қанша үшбұрыш сызуға болады деп сұраса, 220 деп белгілеуге болатын еді. Алайда бізде не бар? Бір түзудің бойында орналасқан. Бұл не деген сөз? Бұл деген сөз, мына үшеуін қолдану арқылы біз үшбұрыш құрастырамаймыз деген сөз. Немесе мынаның бойындағы орналасқан бес қызылдың үшеуін таңдау арқылы үшбұрыш құрастырамаймыз. Демек, 220-дан қандай үшбұрыш құрастырамаймыз, соларды біз алып тастауымыз керек. Яғни, қызыл нүктелердің бесеуінен үшеуін таңдау арқылы біз С 5-те 3 деп жазып қойын. С 5-те 3 түрлі 3 нүкте таңдауға болады. Бірақ қайсысын таңдасақ та үшеуін біз ол арқылы үшбұрыш құрастырамаймыз. Дәл солай жасыл үшін С 3-те 3 және де көктер үшін С 4-те 3. Яғни 4 нүктенің үшеуін таңдаймыз, 5 нүктенің үшеуін таңдаймыз, 3 нүктенің үшеуін таңдаймыз. Бізде жасылдар арқылы тек қана бір ғана тәсіл бар, үшеуін таңдауға болатын. Басқа тәсіл жоқ. С 4-те 3-тің бізде 4 факториал бөлінген 3 факториал бөлінген көбейтілген 1 факториал болады. Бұл тең болады жай ғана 4, жай ғана 1 және С 5-те 3 дегеніміз 5 факториал бөлінген 3 факториал бөлінген 2 факториал. 4 пен 5 қалады 20, 20-ны 2-ке бөлеміз 10 болады. Демек, 5 нүктенің ішінен үшеуін 10 түрлі әдіспен таңдауға болады. Яғни, қызылдарды 10 түрлі әдіспен таңдауға болады, жасылдарды 1 түрлі әдіспен ғана және көктерді 4 түрлі әдіспен таңдауға болады. Бірақ бұлардың ешқайсысы бізге үшбұрышты құрмайды. Демек, біз не істейміз? 220-дан осы 3 мәнді алып тастаймыз. 10-ды, 1-ді және 4-ті алып тастаймыз. Немесе 220-дан 15-ті алып тастаймыз. Жауабы шығады 205. Демек, берілген 3 кесінді берілсе, біріншісінде 5 нүкте, екіншісінде 3 нүкте, үшіншісінде 4 нүкте болатын болса, осы нүктелер арқылы барлығы 205 ғана үшбұрыш құрастыруға болады. Мұғалім сурет салу конкурсына 3 оқушының жұмысын жібере алады. Әрбір жұмыс 5 тақырыптың бірі болуы мүмкін. Егер оқушы саны 7 болса, және әрбір жіберілген жұмысқа басқа тақырыптардан өзгеше болса, онда мұғалімнің конкурсқа сурет жіберудің қанша нұсқасы бар? Бір оқушы бір жұмыс тапсырады дейді. Яғни бізде не белгілі? Сыныпта 7 суретті жақсы салатын оқушы бар деп ойлаңыз. Мұғалім осы жетеуінің үшеуін таңдау керек. Сәйкесінше сол үшеу 3 оқушы 5 тақырыптың біреуін таңдап конкурсқа жібереді. Демек, бірінші таңдау бізде мұғалімнің таңдауы. Мұғалім істейді, 7 оқушының үшеуін біреуін таңдайды. Яғни С 7-тен 3 дейміз. Қайтадан түсіндірем. Бұл мұғалім таңдауы. Мұғалім 7 оқушының үшеуін біреуін таңдап жатыр. Бұл тең болады 7 факториал бөлінген 4 факториал 3 факториал. 4 факториал 7 мен 3-тің айырмасынан шықты. Демек, тең болады 7 факториал мен 4 факториалды қысқартқан кезде 5, 6 және 7 шығады. 3 факториал бізге 6-ға тең. 6 мен 6 қысқарып, С 7-де 3 тең 35. Бұл деген сөз, мұғалім 7 оқушының ішінен 3 оқушыны 35 түрлі әдіспен таңдай алады деген сөз. Енді келесі, осы 3 оқушы әрқайсысы 5 тақырыптың біреуін таңдайтын болса, осылардың әдістерін тауып көрейікші. Яғни бізде бірінші оқушы бар, екінші оқушы бар және үшінші оқушы бар. Бірінші оқушы 5 тақырыптың біреуін таңдайды, екінші оқушы қалған 4 тақырыптың біреуін таңдайды. Себебі тақырыптар әртүрлі болу керек, өзгеше болу керек дейді. Демек, 5-тен қалғаны 4, және де үшінші оқушы қалған 3 тақырыптың біреуін 3. Көбейтіп шығамыз, 5 көбейтілген 4 көбейтілген 3, 60. Енді қараймыз қайтадан. Мұғалім 35 түрлі оқушыларын таңдай алады. Яғни 7 оқушының ішінен үшеуін 35 түрлі әдіспен таңдай алады. Сәйкесінше осы 3 оқушы 5 тақырыптың ішінен 60 түрлі әдіспен таңдай алады. Демек, 35-ті 60-қа көбейту арқылы біз барлық мұғалімнің конкурсқа сурет жіберудің қанша нұсқасы бар екенін таба аламыз. Яғни шығады 35 көбейтілген 60 тең 2100. Демек, жауап нұсқаларынан еге сәйкес келеді, жауабы 2100-ге тең. Бізде қандай да бір қосынды берілген. Қосынды мына формуламен орындалады. Және де соңғы қосылғыш -32-тен 1-ге тең. Осы ақпараттарды қолдану арқылы біз А-ның мәнін табуымыз керек.
Біз не береді? Қосылғыш бізде 5. Не үшін 5? Себебі k тең 1-ден басталады және 5-ке аяқталады. Яғни бірінші қосылғыш k 1-ге тең болған кезде, екінші қосылғыш k 2-ге тең болған кезде жалғаса береді және соңғы қосылғыш k 5-ке тең болған кезде. Демек, соңғы қосылғышты табу үшін k-ны 5-ке теңестіреміз. Формуланы қайтадан жазып шығамын. -1-дің k дәрежесі бөлінген 2-ның k дәрежесі, жақша ішінде 2-ның k дәрежесі 2k минус a. Және де бұл тең k-ны қайтадан орнына 5 қойып көрейік. -1-дің 5 дәрежесі бөлімінде 2-ның 5 дәрежесі 10 азайтылған a. 10 қайдан шықты? 2-ні 5-ке көбейттім. Және де бұл тең -32-тен 1. Ары қарай қарастырамыз. -5-дің 5 дәрежесі -1-дің 5 дәрежесі -1-ге тең болады. 2-ның 5 дәрежесі 32-ге тең болады. Және 10 минус a, жай ғана 10 минус a деп қалдырам. Бұл тең -1 бөлінген 32. -1-лерді жай ғана қысқартсам болады, және 32-лерді де қысқартсам болады. Бұл жерден шығатын бірақ теңге 10 минус a тең 1 ғана қалады, демек a тең 9. Егер соңғы қосылғыш -32-ден 1-ге тең болса, демек a-ның мәні 9-ға тең.